Запись қосылды. Бисмиллах, сабағымызды бастаймыз. Маған өзіңіздің экраныңызды көрсетсеңіз, Amos RAM'ға барсаңыз да. Так, сохраните бар. Бұл жерде пока ештеңе тиіспедіңіз ғой әлі, Жоқ, тиіскен жоқпын. Smart Center'де комментарийді жасадыңыз ба? Жоқ. Оны негізі жасау керек та. Просто қазір жасамадыңыз ба? Сіз уже потом жасайтын кезде сіз конкретно уже қателесіп бір нәрселерді түсінбей, уже өзің шеше алмай қаласыз да уже. Негізі уақытында жасау керек негізі. Неге жасай алмадыңыз? Неңіз болмады, уақытыңыз болмады ма? Бір нәрсе айтайын ба? Мен мына сізбен сабақ бастадым ғой. Оған шейін менде как-то более спокойно бір клиентпен жасап жатыр едім. И именно сізбен осылай жұмыс бастаймын ғой, сол кезде деген ажиотаж болып кетеді ғой. Енді отказ берейін десем, жұмыс өте көп болып кетті. Болды. Ол клиентке отказ деген вообще бермеу керек неше. Мен алай беремін, мысалы, менторство үлгермей жатырмын ба, сонда да алай беремін да. Ақшасын төлеп маған предоплатасын жібереді, күте тұр деймін да, 2-3 күн күте тұр деймін. Келген клиентке отказ вообще жасамау керек. Сол енді менде деген айттым ғой, қазір бүгін кешке реклама шығаруым керекпін. Екінші клиентпен сөйлесіп жатырмын. Енді мен ондай үлкен чекке жұмыс жасамаймын әлі пока что. Енді аптасына 30 мың за таргет аламын да. Айына бір 120 мың шығады да. Сондай бір жұмыстар атқарып жатырмын қазір. Соның өзінде енді біршама уақыт алады ана переговоры, оның офферін жаздым, оның видеосын жасаймын қазір. Сондай нәрселер кішкене басылмай қалады. Хорошо, мен сізді түсіндім. Так, онда енді Amos RAM'ді бастайық. Бізге тездетіп бітіру керек та, себебі көріп отырсыз ғой, әлі біраз білім беремін мен сізге. Иә, менде ана контекстный реклама бар, SEO оптимизация бар. Иә. Қызықтың бәрі алда ғой. Иә, оң жақ шетте жоғарыда X-ті басыңыз, отменить сохранить деп тұр ғой. X-ті басыңыз. Так, ана сохранитті басыңыз, оң жақ шетте жоғарыда. Бізде мына жерде бір кішкене қателік кеттік қой, 33 деген басқанда сразу мына аяқталдыға түсу керек болды. Иә, оны реттейміз. Ешқандай проблема жоқ, реттейміз. Екінші сабаққа барамыз. Екінші сабақтың үстінен басыңыз. Изменитті басыңыз. Иә. Так. Бізде мына жерде міне 33 деп жазды. 33 деп жазған кезде сәтті аяқтадыңыз деген сөзді полностью копировать етіп алыңызшы, үстінен барып копировать етіп алыңызшы. Бір нәрсе беруіміз керек бұл жерде, да? Иә. Жоқ, қазір сіз бірінші копировать етіп ала беріңіз, мен полностью мына жағын жоқ қылтайын деген өшірейін деп жатыр. Горячий клавиш бар да, просто так мышкамен барасыз да. Иә. Ctrl-A бассаңыз полный выделение, Ctrl-C копировать. Солай ғой, короче. Болды, копировать еттіңіз, енді оң жақ шетте, сол кішкентай жердің оң жақ шетінде жоғарыда 3 кішкентай нүкте бар. Соны басыңыз, удалить. Удалить ете беріңіз. Төмендегі тағы да удалить етіңіз. Төмендегі тұра берсін, бұл тұра берсін. Мына отправить сообщение кому автор деп тұр ғой, оң жақ шетте лимонның фотосы. Вот соны удалить етіп жіберіңіз. Ол да керек емес бізге. И мына кішкене оңға қарай жылжыңызшы, не бар бізде, бір заттар бар ма, жоқ па? Вот мына отыр екен, иә? Керек болатын сияқты. Иә. Онда жаңа текст Бұл негізі аяқталды деген ішінде тұру керек па? Иә, сол ғой. Біз алдында бәрін ішіне жасап жіберіппіз. Ондай болады, ол ештеңе етпейді. Мынаны клонировать етіп, үшінші неге салып Жоқ, олай болмайды. Клонировать етіп, оны басқа ботқа олай келмейді. Қазір мен сізге оңай жолын көрсетем. Жаңа бір сөзді копировать етіп алыңыз ғой. Новый вкладка ашыңыз. Новый вкладка. Новый вкладка? Жоқ. Жақта жоғарыда кәдімгі браузерде новый вкладка бар ғой. Новый, онлайн блокнот деп жазыңызшы. Онлайн блокнот. Мен өзім осыны қолданам. Ішіне бір зат жазса, все, постоянно тұра береді оның ішінде. Регистрация ештеңе керегі жоқ. Онлайн блокнот просто. Бірінші сайтқа кіріңіз, иә. Осы жерге жаңағы копировать еткен сөзді қойыңыз. Ctrl-V. Болды. Енді жаңа Amos RAM'ға барыңыз. Енді анау ал басталды дегенді копировать етіп алыңыз. Полностью. Оң жақ шеттегі. Енді удалить етіп тастасаңыз болады, копировать етіңіз, енді удалить ете салыңыз полностью бұл нені. Enter. Вставить. Все болды. Қазір бұл нәрселер аяқтада да бот жасаймыз, соған керек та бұлар. Қайта жазып отырмас үшін. Мынаны полностью удалить ете салыңыз.
удалить. Болды. Енді кішкене жылышыңыз. Енді қараңыз. Ол 33 деп жазған кезде, қараңыз, мына жерде біз бір нәрсені негізі дұрыс жасамағанбыз. Мына 33 деп негізі басталмау керек еді. Мына 33-ті өшіріп тастаңызшы, полностью удалить етіңізші. Оң жақ шетте жоғарыда нені басасыз, 3 нүктені басасыз. Удалить. И мына полученный ответ клиентті удалить ете салыңыз. 0-ден жасайық. Кішкене каша болып кеткен ғой, болды. Енді сохранитті басыңыз, тұра берсін мынау. Сохранитті басыңыз. Аха. X-ті басыңыз, X. Оң жақ шетте. Аха. И ана бірінші ботқа барыңызшы, не разобранныйдағы ботқа. Үстінен басыңыз. Аха. Изменитті басыңыз. Так, қараңыз, төменге былай воронканың соңғы жағына барыңызшы. Көрдіңіз бе, мына жерде өте керемет сабақты көріңіз дейді. Бұл уже екінші сабақ қой. Значит, оны негізі бұл жерге жазбау керек та. Екінші ботқа жазу керек. Вот, өте дұрыс айттыңыз. Вот, мына жерде, значит, телефон нөмірін жазды ма, ол автоматически екінші этапқа өту керек. Онда сіз просто ортасында осыны қиып тастайсыз. Өте керемет сабақты көріңіз деген копировать етіп алдыңыз сөзді. Копировать етіп алдыңыз да, бағана онлайн блокнотқа вставить етіңіз. Қазір мне 20 секундтан жазам, мына жерде бір сөйлесіп жіберсін, 20 секунд күте тұрыңыз. Так, қараңыз. Осыны өшіріп тастаңыз мына жерде. Оң жақ шетте жоғарыда 3 нүктені басып, удалить етіп тастаңыз. Болды. Енді следующий шагты басасыз да 9-ға жалғаймыз. Следующий шагты басыңыз. Перейти на другой шаг. Жоғарыда. Перейти на другой шаг. 9 деген нөмір таңдаймыз. Себебі мына жерде көрдіңіз бе? Оң жақ шетте сменить этап сделки нөмірі 9-да оның көрдіңіз бе? И ол екінші сабаққа кетіп қалады. Нөмірін жазса автоматически екінші сабақта адам тұрады. Все, сохранитті басыңыз. Сохранить. X-ті басыңыз. Екіншісін барсыңыз, енді екінші сабақ дегенге барыңыз. Басыңыз, изменить. Отправить сообщение. Осы жерге жаңағы екінші сабақты көріңіз дегеннің сілтемесімен бәрін қоясыз. Уже бір адамға екінші сабақ жіберілді да, ол егер құпия санды жазбаса, осы этапта тұра береді да ол. Құпия санды жазса, аяқтадыға өтіп кетеді, қазір соны жасаймыз. Аха, болды. Следующий шаг. Енді условия қоямыз. Ол сабақты көрді ғой. Сабақты көргеннен кейін ол құпиясын жазу керек. Если сообщение клиента равно собственное значение 33. Следующий шаг. Выполнить действие. Сменить этап сделки деген болады. Аха. Ну, ана воронка деген таңдайсыз, үстінен басып. Instagram воронка таңдайсыз. Төменде Instagram воронканы таңдайсыз, аяқтады болады. Аяқталды. Аха. Енді следующий шагты басыңыз, одан кейінгісін. Уже остановка бота таңдайсыз. Төменге. Аха, болды. Енді мына следующий шаг бар ғой, бұны прерыватель жасаймыз, яғни. Ол 33 емес, басқа сан жазуы мүмкін, ол кезде қайттан условия лақтыратын. Следующий шаг прерыватель. И следующий шаг перейти на другой шаг 2. Төменде, перейти төменде. Все болды. Жоғарыда чуть-чуть. Аха, 2. Все болды, мына жерде шешілді, сохранитті басамыз. Сохранитті, оң жақ шетте жоғарыда. X-ті басыңыз. Енді аяқтадыға барамыз. Добавить триггер басыңыз сон. Sales bot. Аха, изменить. Жоқ. Жоғарыда после перехода в этап деген тұрмау керек. Жоғарыға барыңыз, жоғарыға. Чуть-чуть жоғарыға. Сон басыңыз. Осы жерде сразу после перехода или создания в этапе деген тұру керек. Үшіншісі. Аха. Төменде оставлять сообщение непрочитанным дегенге оңға жылыстық қойыңыз, вкл деп. Енді создать нового бота. Аха, создать. Енді асықпаңыз. Ол құпия санды жазды. Құпия сан жазған кезде этапқа жібереміз де, сообщение жібереміз оған. Сіз сәтті аяқтап шықтыңыз де, подаркілерді беру үшін. Отправить сообщение басыңыз. Аха, енді ан жаққа барасыз да, сәтті аяқтап шықтыңыз дегенді.
сол жерге вставать етіңіз. Енді следующий шаг, бұл сәтті аяқтап шықтыңыз дегеннен кейін, ана жерде тағы да негізі PDF документтердің сілтемесін қоюыңыз керексіз да Google Drive-пен ше. Мына подаркілерді алыңыз. Енді тағы да сообщение жібереміз, отправить сообщение. Давай ортасына бір секундомер қояйық, секундомер, 3 секундта бірден сообщение бармасын да, чтобы непонятно болып қалмасын деп. Өшіріңіз, удалить деп. Прерыватель басасыз. Ана получен ответ деген үстінен басыңыз. Таймер деген таңдаңыз. Осы жерге 1 минут дегенде 0-ге қойыңыз. 0 секунд дегенде 5 секунд дегенге ауыстырыңыз. Следующий шагқа барыңыз. Отправить сообщение. Осы жерге ана лимонның фотосын қоя салыңыз. Бұл жерде уже продающий сіздің картинкаңыз болады да, тарифтердің бағалары барлығы. Открыть, все болды. Енді следующий шагты басамыз. Тағы да 3 секунд қоя салайық. Мен өзім бұны специально жасаймын да. А то кейде андай орындары ауысып жіберіліп кетуі мүмкін да, фотоларын ше, непонятно болып қалады. Бұл жерге тоже 5 секунд. 5 секунд, 1 минутты өшіріңіз. Жоқ, 1 минутты 0 дегенге қою керек. Иә. Енді следующий шаг, отправить сообщение. Бағана онлайн блокнотқа барыңыз. Ал басталды, сіздің 60 минутыңыз бар. Насчет 60 минут туралы сіз екінші сабақтан тегін мини курсыңыз болады ғой, менікіндей. Сода сіз айтуыңыз керексіз. Давай, маған тездетіп предоплата или толық төлем жаса, 60 минут берем, үлгерсең мен саған өзімнің бұрынғы сабақтарыма доступ берем деп, мысалы сіз айттыңыз ғой, бір адамдармен запись өттім деп, соны достық қылып беріп жіберем деген сияқты да. Болды. Енді добавить кнопку стандарт веб наставничество деп жазыңыз. Болды. Енді асықпаңыз. Қараңыз, енді мына жерде важный момент бар. Следующий шагты, мысалы қараңыз, ол стандартты таңдайды ғой. Мысалы стандарт таңдады. Сол кезде оған автоматически сіздің реквизиттер бару керек. Следующий шагты басыңыз. Отправить сообщение. И бұл жерге сіз жазасыз. Так, стандарт деп таңдаған кезде. Стандарт тарифі бойынша, мысалы қанша теңге сізде курс, стандарт тариф бойынша 49.900 теңгені менің счетыма салып жіберіңіз деген сияқты. Салып жіберіңіз. Сөйтіп төменде Каспи Голд реквизит деп өзіңіздің 16 санды или нөмірді жазып қоясыз да. Мен бәрін жазып қойғам. Каспи Голд, Халық банк, Киви, мені Қырғызстаннан да алады, жан-жақтан алады да. Сөйтіп Каспи Голд реквизит жазасыз, все болды да. И соңында чекті жіберуді ұмытпаңыз деген сияқты. Бұйырса бұндай бұл тексттердің барлығы мен өзімнің қолданған тексттердің бәрін сізге андай копировать етіп бұйырса жіберем. Соларды қолданып былай өзгертіп кішкене өзіңіздің нені қосып сөйтіп жазып жіберсеңіз де болады. Бұлай өзіңіз ойдан шығарып отыратын болсаңыз, біраз уақыт алады да ол. Чекті жіберуді ұмытпаңыз. Все болды, қараңыз. Ол уже бұл сообщение кеткен кезде, ол уже себеп стандарт таңдады ғой, ол уже бұл более серьезный адам да ол. Оны уже переговорыға лақтыру керек. Онда следующий шагты басасыз. Себебі мен білем, сондай адамдар бар, который стандарт випті таңдайды да, бірақ чекті жібермейді. Уже оған сіз немесе менеджеріңіз звондау керек та, оның мазасын алып ше. Осындай сіздің оқығыңыз келіп тұр ғой, давай оқысаңызшы деп әртүрлі сөйлеп. Выполнить действие. Төменде сменить этап сделки деген болады. Instagram воронка 1. Ол емес, ол. Переговоры. Болды. Следующий шаг остановка бот. Все, енді кішкене ізге қайтыңыз. Қазір сіз енді жылдамдатып бұны енді өзіңіз жасаңыз. Қараңыз, випті таңдаған кезде, ана оны төмен тастаңызшы, төмен кішкене төмен қарай. Төмен ұстап тұрып төмен тартыңыз, сол кезде кішкене более әдемі болады да.
любой бір следующий шагты ұстап жан жаққа қимылдатсаңыз болады. Ол тұра берсін, одан кейінгі другой ответ дегендердікі төмен болу керек, ол более төмендеу болу керек та ол. Ең соңғысы да ол. Ну, жарайды, негізі тұра берсе де болады. Оны жоғары қою керек. Ну, болады, қалай өзіңіз. Жоғары қою керек та. Иә. Сен очередпен деген ма? Мынау VIP. Так, мынау ғой. Соңғысы. Жоғары қою керек. Потому что мынау қайтадан кетеді та. Жоқ, оны қайттан негізі кетірмеу керек. Біреу айтады ғой, мысалы ше. Стандарт веб менторстарда үшеу шығып тұрады ғой. Сізден сұрау, мысалы сізге вообще басқа нәрсе жазуы мүмкін да, гарантия бар ма деген сияқты сұрақтар қойып жіберуі мүмкін да, көрдіңіз бе? Ол ондайларды да переговорға лақтыру керек болады. Ол таңдамағанда стандарт веб менторство ше. Оған ол айтады мысалы да, сұрақ голосовой жіберуі мүмкін мысалы ше. Стандарт оқығым келіп тұр, бірақ білмеймін, вебпен не айырмашылығы бар деген сияқты сөздер жазады да сізге. Уже оған не істейміз? Жоқ, оған да тоже сообщение жібереміз да. Оған айтамыз: кері байланысыңызға рахмет, сізбен жақын арада менеджер байланысқа шығады дейміз да. На всякий кәсіби голдым жіберіп қоя салайын деп реквизит жіберіп қоясыз да, может жіберіп қалар деген оймен. Отправить сообщение. Осы жерге жазасыз: кері байланысыңызға рахмет, сізбен мысалы мен бүйтіп жазып қоямын ғой, кері байланысыңызға рахмет, сізбен Муслим Мусаның жеке өзі немесе менеджер байланысқа шығады деп. Кері байланысыңызға рахмет, сізбен өзім жеке байланысқа шығамын, немесе менеджерім байланысқа шығады деген болды ғой. Енді пока өзіңіз шыға бересіз ғой. Менеджер деген сияқты бұндай сөздер бәрі адамға миына чуть-чуть удар болып тиеді да, ол ше. Более үлкен компания деген сияқты ойлайды да. Даже сіздің мысалы менеджеріңіз жоқ болса да. Келешекте аласыз. Все болды, ештеңе баспайсыз, кнопка заттар қоймайсыз бұл жерге. Енді қараңыз, VIP жоғарыдағы стандарттың текстін копировать етіп алыңызшы. VIP-тің сызықшасын тауып алып, следующий шагты басасыз да, отправить сообщение, текстті вставить етесіз. Стандарт деген сөзді өзгертесіз де, бағасын 99.900 деген сияқты қоясыз. Отправить сообщение. Ол мен наставничествоға, дұрыс, өте дұрыс. Осы жерге вставить етіңіз. Мен сізге прям ашық айтайын, менікі дәл осындай воронка ғой. Осы мен кәдімгідей мықты болып жатыр да. Просто әңгіменің бәрі неде да менде ше, неде жатыр да менде, рекламный креативте жатыр да. Сол рекламный креативпен кіріп кетеді. Сөйтіп бірінші сабақты көреді. Одан шыдай алмай. Уже 30 мың адам көріп тастаған, 1000 комментарий болып кеткен ғой. Так, VIP тарифі бойынша 99.900-ді менің шөтіме салып жіберіңіз дегенде. Қазір 99.900 еді. 49 мың деп тұр ғой сізден жерде ше. Көрдіңіз бе? Төменде. Соны 99 өзгертесіз. Ну енді мен примерно бағаны қойып жатырмын. Оны сіз енді пока басында қымбат қылмай, арзанмен жайлап 5 көтерсеңіз болады дегенде ғой. Қымбат қылған кезде егер сату менеджерлері мықты болмаса, немесе өзіңіздің клиентпен сөйлесуіңіз мықты болмаса, сату қиын да. Жаңа ғана мен сіздің алдыңызда онлайн встреча жасап, мен өзімнің какой-то стандарт пакетін соны 75 мыңға сатып жібердім да. Так, все болды. Енді төмендегі следующий шагты басып. Ол жерде сізде 75 мыңда кері байланыс бар ма? Кері байланыс жоқ ол жерде. Бірақ мен айтам, кері байланыс жоқ, бірақ бір-екі сұрақ болса ғана қоя аласыз деймін да. Ал VIP-та кері байланыс бар, бірақ ол жерде тек маған видео сабақ бойынша ғана сұрақ қоя аласыз деймін да. Яғни мен оған видео жіберемін, маған артық сұрақ қоймайды. Видео жіберемін, сол видеоны көріп, соның ішінде мысалы таргет модулінің 3-ші сабағының 4-ші минуты деп сөйтіп нақты сұрақ қою керек. Басқа сұрақ қойса жауап бермеймін мен. Маған четко сұрақ қояды, сол кезде жауап беремін. Ато қырғын сұрақ болады да. Болмаса мощный жеке сенің бизнесіңе сәйкес сабақ алғың келе ма? Пожалуйста, наставничествоны таңда деп айтамын да мен. Все, болды. Енді қараңыз. Вниманием бәрі больше наставничествоға да? Жоқ, менде әрқайсында жоқ. Стандарттың өзін біраз адам алады, VIP-ті де алады, енді біреулерін төлей алмаймын деген оймен де 500 мың қатты қымбат болады мысалы дегенде. Әркімнің өзінің жағдайына байланысты ғой. Бірақ мен сіз менен наставничествоға тіркелдіңіз ғой. Ертеңіне тағы бір адам менің YouTube каналымды көріп қалған ғой. Таргет үйренгім келеді деді. Сөйтіп ол да наставничествоға тіркелді. Ол да оқып жатыр. Ол мен кешкі сағат 10-да сабақ болады. Тоже 500 мың оқып жатыр. Енді қараңыз, сізге наставничествоны жасау керек. Следующий шагты басыңыз төмендегі.
Төменде, төменде. Так, мынау былай тұр. Мына жерде этап. Жоқ, оны потом жалғастырамыз. Оның барлығын переговорға лақтырамыз да бұйырса. Бірінші анан аяқтап алайық, төменге түсіңіз, төменге андай наставничествоның следующий шагын отправить сообщение деп басыңыз. Енді жоғарыдағы текстті копировать етіп қоясыз. Аха. Наставничество тарифі бойынша 499.900 теңге жіберіңіз. Ол бәрі жібермейді ше. Просто сіз жібересіз де наставничество таңдаған кезде ол біреу таңдайды ол наставничество. Ондай адамдарға вообще кім, любой адам стандарт VIP менторствоны таңдады ма, 20 минут ішінде оған хабарласу керек. Мен менеджерлерім хабарласпай 5-6 күн өтіп кетеді, уже ана адам алғысы келмей қалады да курсты ше. Сондай жағдай талай болды. Уже прогрефі кетіп қалады. Все болды, енді каждый следующий шагтың барлығын, мысалы мынаның следующий шагын басыңызшы. Басыңыз сон. Енді бұл жерге перейти на другой шаг, переговордың нөмірін біліп алу керек еді жоғарыда. Қазір қарап аламыз. 12. Барлығын 12-ге жіберіп шығасыз. Мына төменгісін сөйтіп жасаңыз. Алло, звондама, мен сабақ өтіп жатырмын. Алло? Алло? Енді мынаны полный басынан аяқ тексеріп шығу қажет. Сізде Instagram әлі жоқ шығар или бар ма? Жоқ. Негіз бір Instagram жасап өзіңіз тексеруіңіз керексіз да, негіз сол жақсы да. Білем. Көзіңізден өтеді да бүкіл воронка қалай екен. Аяқтан сіз ощущение алмайсыз да бәрі қазір мен тексергенімде. Так, қазір мен мына жақта кірейін. Телефонға Instagram'ды қарап отырыңыз. Так, қазір. Қазір мен тауып алайын Instagram парақшаны. Маған жазыңыз ғой да? Так, мені базадан өшіріп тастайсыз ба? Ол үшін оң жақ шетте жоғарыда выйти дегенді басыңызшы. Қазір. Дейді Amos Suremға кіріңіз. Оң жақ шетте жоғарыда выйти. Сіз TikTokқа да қосып қойдыңыз ба? Жоқ, TikTokқа таргет қосылады, бірақ данный момент TikTokқа таргет қосатын болса, мысалы личный кабинетке кірген кезде Ads Manager, ол жақта Қазақстанның геолокациясы жоқ та, сол проблемада қазір. Редко адамдардағы. Онда бұйырса мен қазбалап бірдеңе қылып табам деп ойлап отырмын бұйырса. Жолдарын былай білдім ба? Так, ана мені өшіріп тастаңыз. Сіз қай жердесіз? Жоғарыда мен екінші сабақта тұрмын ғой. Екінші сабақта тұрмын, сонымен. Все хорошо. Үстінен басып тұрып шелекке лақтырасыз ғой. Удалить. Ол обновление жасап жіберіңіз, мен қазір 1 деп жазамын. Так, давай мен бұлай жасап көрейін да. 1 деп жазбаймын да мен. Просто 22 деп жазамын. Себебі сіз өзіңіздің тегін сабағыңыздың бірінші сабағын YouTube'ға салып қоюға. Себебі сіз SEO үйренейін деп жатырсыз ғой. SEO арқылы видеоларды көреді да. Сол себептен біреу ол просто негізі тіркелме негізі не обязательно нәрсе ғой. Менде мақсат негізі подписчик жинау емес та. Менде мақсат менің видеомды көрсе болды да. Маған қызық емес, ол тіркеле ма, тіркелмей ше. Себебі мен видеомды көрсе, мен примерно 80% сенімдімін, ол дальше екінші сабақты да көреді да ол. Даже маған тіркелмей курсым сатып ала салады да олар. И сол себептен мен сізге қазір как будто мен сізді YouTube'дан көріп қалдым видеоңызды. И сол видеоңыздың жалғасын көру үшін мен Instagram'ға жаз деп айтып кеткенсіз ғой. Сол үшін мен қазір 12 деп жазамын. Жаздым, күтейік қане. 22 деңіз. Қателесіп кеттім, өзімдікін жазып жүрген болды 22. Обновление жасап жүріңіз, Amos Surem'ді. Кеттім. Келді, нөмір жаз деп тұр, нөмір. Давай нөмір жазамыз. Просто аяқта обновление жасап қарап отырыңыз дегенім ғой. Amos Surem'ді обновление жасаңыз. Қазір. Қатық қалды ғой, X-пен. Тұрым, қазір мен нөмірді жіберсем, екінші сабаққа өтуім керек по плану. Нөмірді жібердім, сіз маған екінші сабақ жібересіз. И мен соны
типа қарап Кетті, екінші сұрақ. Енді обновление жасаңыз, өтіп кетті ме өзінен өзі или обновление жасадыңыз ба сіз? Обновление жасадым. Все, енді 33 деп жазамын қазір, қараңыз. 33 деп жазамын. Обновление жасаңыз, көрейік. Өтпей қалды ғой. Көрдіңіз ба? Өтті, енді өтті. Сәтті аяқтадым, сізге теген миникурс ұнады деген үміттемін дейді. Күтеміз. Мен бір сұрақ бередім. Қазір 5 секунд күтеміз, бізге сообщение келе керек қой. Келмей қалды, көрдіңіз ба? Неге келмей тұр? Қазір келмей. Значит, ол Амос, енді келді. Көрдіңіз ба? Ол 5 секунд дегенмен кішкене тағы кешігеді да, ештеңе етпейді, ондай болады да. Кетті. Так, әне маған кнопка келді, көрдіңіз ба? Кнопка сізге де көрініп тұрған шығар, көрініп тұр. Так, мына жерден енді мен мысалы наставничествоны таңдаймын. Маған сообщение келу керек. Енді обновление жасаңыз, мен неге өтіп кетуім керекпін? Переговорыға. Так. Көрдіңіз ба? Переговор. Уже автоворонкада көрдіңіз ба? Сіз оны ручной өткізген жоқсыз переговорыға ше. Өзі келді да ол ше. Ұйқыдан тұрасыз, переговорыда 7-8 адам тұр, уже звондайсыз да өзіңіз оған. Не қылдыңыз анау деген. Все болды. Енді маған все мынандай болып тұр. Енді не істейсіз? Переговор, менің сделка бар ғой. Соның үстінен басасыз да. Мусалер деген үстінен басасыз. Сол жақ шетінде менің нелерім шығады. Андай характеристикаларым шығады. Телефон номер. Телефон номер тұр. Жоғарыдан жерде уже сіз источник деген таңдайсыз. Мысалы, мен YouTube-тан келдім ба? YouTube дейсіз, төменде, чуть-чуть. Төменде. Жоғарыда. Төмен, чуть-чуть. Чуть-чуть төменге түсің. Все, болды. Көрдіңіз ба? Сол жақ шетте источник деген таңдайсыз. Қазір. Так, источники деген. Төмен, чуть-чуть, жоғары, қатты төмен кетіп қалдыңыз. Тағы чуть-чуть жоғары. Источник курс тарифтері төлем статус деп тұр ғой. Иә. Вот источникке мен мысалы сізді YouTube-тан көріп қалдым, YouTube деп жазасыз да. Мен өзім негізі адамдардан лично сұраймын да, қаяқтан келдіңіз деп ше. Более андай да, өзім связға шығамын да, негізі сұрамасам да болады. Просто өзім связға шығамын, маған айтады, YouTube дейді, таргет ет, мен сізден де сұрадым. Мысалы сіз маған таргеттен көрдіңіз, сіз мен? Таргеттен көрдім, иә. Иә. Мысалы, төлем статусы мысалы, полный төлесем, полный төледі, төлемесе толық төлемеді деген белгілейсіз да. Толық төледі, там причина отказ болған жасамайсыз, услуга болған керек емес. Бұл услуга емес қой. Бюджетке жазып қоясыз, 500 мыңды жазып қоясыз. Так, енді жоғарда переговоры деп тұр ғой, соны үстінен басасыз да, успешныйға лақтырасыз. И қазір мен 20 секунд күте тұрыңыз, хабар беремін. Қасқыт айтатырмыз, переговоры деген... Жоғарда, аха, төмен, чуть-чуть. Чуть-чуть төмен. Мен мынау ғой. Үстінен басасыз, аха, успешныйға лақтырасыз. Осы жерден ауыстырады. Аха, сохранить басасыз. Так, сохранить мені. Все, болды. Супер. Енді, қазір 20 секунд, жас қалды, WhatsApp-тан важный мәселе. Аха, все. Енді, көрдіңіз да, полный воронка, ол енді успешныйға сіз ручной лақтырасыз да. Ақша лақтырған Каспий Голдтан тексеру, ол енді ондай воронка жасау енді проблематичный да. Он бұл жүрген ручной лақтыру керек себебі ақша болғаннан кейін. Хорошо. Сол жақ шетте жоғарыда X-ті басыңыз. Енді, в принципе, воронка болып тұр, бұны тағы да қазір улучшать етеміз. Енді қараңыз. Менде осындай воронка, енді мынандай мәселе бар да. Мысалы, бір адам екінші сабақта тұрып қалды. Успешный мына жерде көрінбей қалды. Көрінбей қалды, аха, поиски фильтрді басасыз. Активные статусы деген бар, ортасында. Полный птичка қоясыз. Аха, болды, төменде применить. И қазір шығу керек. Закрытыйда тұр, все. Закрытый жоқ қыз еткен, закрытыйға птичка қоймадыңыз ғой. Иә. Қойған жоқ маған. Так, осындайда менің воронкам. Енді ортасында андай майда шүйделері бар. Жаңағы жерде мен 4-5 фото жіберемін. Именно не бар ғой анау? Аяқтады да сізде тек лимонның суреті тұр ғой. Ол жерге бір сурет емес, дальше жалғастырып, ортасына тағы да 3-4 сурет қою керек та негізі ше. Мысалы, былай жасайық,
кірейік. Сіз Инстаграмға кіріңізші. Менімен болған воронкадан өттіңіз ғой, соны көрейікші. Басына бастап қалай басталған. Так, 12 деп жазғансыз, нөмір сұрады. Просто сізден мына жерде жаңағындай тексттарыңыз қып-қысқандай көзге әдемі көрінбейді да. Кішкене тексттар жөндесе, более әдемі воронка болып шығады. Негізі қарапайым, өте қарапайым да. Қарапайым болған жақсы да воронка, сложный вообще. Сіздің не курстар, бизнес про курсы, тильда сайты жібердіңіз ғой, бұл просто былай не ма, бонус ретінде бере салғаныңыз ғой? Иә, вот, енді қараңыз. Сіз маған қараңыз, біз тағы бір нәрсені жасамаған екенбіз, көрдіңіз бе? Өте әдемі сұрақ қойыңыз. Мысалы қараңыз, сіз мына жерде менторствоны таңдап бастыңыз, иә? И мен сізге сообщение жібердім, менторство тариф бойынша осындай төлемді салып жіберіңіз деп. И сіз оны енді есептей көріп салып жібердіңіз да, сіз одан кейін маған курс деген сөзді жазғансыз, көрдіңіз бе? Сол кезде сізге автоматически менің сабақтарыма доступ кетті, көрдіңіз бе? Давай соны қазір осы сізге де жасайық та. Ол үшін не істейміз? Ол кезде уже біз успешныйға не жасаймыз? Чат-бот жасаймыз да. Себебі көрінген адам курс деп жасайды, сабақ кетіп қалмау керек қой мысалы. Сіз мысалы мына жерде көрдіңіз да, курс деп жаздыңыз, сабақтың бәрі кетіп қалды. Біреу ойлауы мүмкін, мен де курс деп жазсам, маған да сабақ келеді деген сияқты. Жоқ. Ол успешный этапта тұрса ғана сабақ барады оған. Көрдіңіз да? Өйткені маған білем да, маған жазғандар бар да, сөйтіп курс деп ше, білмеймін қай жақтан біліп алған. Естіп әйтеуір жазады, бірақ сабақ бармайды оған бәрібір. Так, енді бүйтесіз, успешныйға қарай барыңыз, настроить воронканы басамыз, то есть. Настроить воронку оң жақ шетте, жоғарыда. Оң жақ шетте, жоғарыда. Солға кетіп қалыңыз. Настроить воронку, иә. Әлі үйренесіз. Мынаны вообще мен сізге совет берем. Вообще мынаны специально, полный мынаны удалить етіп тастап жасаған нәрселеріңізше сізге 5 рет жасау қажет. Жасайсыз, удалить етесіз. Сол кезде вообще полный стресс. Мадияр, бір нәрсе сұрайыншы. Мысалы, мен қазір бұл өзімнің чисто личный Инстаграмға жасап отырмын да, а мен клиентіме жасайтын болсам. Клиентіңізге жасайтын болсаңыз, бұл амаусырем каждый бұл жерге сіз бір ғана Инстаграм жалғай аласыз да. Бір ғана Инстаграм жалғай аласыз. И ол клиентке айту керексіз, сіз давай амаусыремді заказ етеміз, давай сен жасайын деп жатсың ба, реально кірістің ба, амаусыремға төле деп айтасыз оған ше. Все, амаусыремға төлесе болды, сол клиенттің амаусыремнен кіресіз да жасай бересіз. Өзіңіздікін араластырмаңыз. Мен мысалы клиентке жасадым, клиенттің амаусыреміне жасадым, клиентке айттым, давай саған нормальный результат керек па, 1 жылға төле деп айттым. 1 жылға төледен ол 1 жылға төледі да амаусыремді ше. 1 жылға төледі дейді, пақ жасап тастады. Сіз клиентке жасайтын болсаңыз, клиентке айтасыз да. И сөйтіп мына видео запись. Оның Инстаграмы да? Конечно, оның Инстаграмын, оның Фейсбугын бәрін соңын жалғайсыз ғой амаусыремға. Сөйтіп смело жалғастыра бересіз. Енді успешныйға жанағын жасайық, мысалы, сізде жасап қоясыз да, мысалы, чекті бәрін жіберді, бәрі зың, и сөйтіп оны успешный деген этапқа лақтырасыз ғой. Сіз оған енді ручной сабақтарды жіберіп отырмайсыз ғой, просто голосовоймен айта саласыз да. Маған не деп жазыңыз деген сияқты. Даже голосовоймен емес, мен ручной жазатын қылса да болады. Мысалы, сіз успешныйға ручной лақтырасыз ғой адамды ше, сол кезде ол адамға автоматически сообщение кетеді. Курстарға доступты алу үшін, ақылы курстарға доступты алу үшін маған курс деген кілт сөзді жазып жіберіңіз деген сияқты. Ол сөйтіп жазады да, и все, бүкіл сабақтар ашылады. Енді бүйтіңіз, солға жылжыңыз, солға жылжыңыз. Үстінен басып тұрып, любой жерден басып тұрып. Солға, яғни үстінен басып тұрасыз да, сіз саусағыңызбен солға қарай экран жылжыңыз. Мен успешный деген жаққа қарай чат-бот жасайын деп жатырмын ғой. Так, успешный деген қай жерде бұл? Оңға қарай, вот, міне осы жерде, вот, успешныйның астында плюсті басасыз. Мынандай... Жоқ, төменде бар ол плюс, ол тұра берсін төменде, сол плюсті басасыз. Смақлады, қайсар, Мери. Сон басасыз, sales bot деген таңдайсыз. После перехода этап дегенді басасыз. Мен алып кетші, бірақ қайсарға берме. Қайсарға басқа нәрсе бер. Құттайшы, қазір. Балдардың істе олайын. Қайсар, шықпы. Берген. Арай, Мери. Арай, чақыр. Мери. Арай, чақыр. Басамыз. Басасыз сонда. Создать новый бот. Басамыз. Отправить сообщение. Отправить сообщение. Осы жерге жазыңыз. Курс
сізге курстарға доступ ашылу үшін маған курс деген кілт сөзді жазып жіберіңіз деп. Мен бұны көрдіңіз бе, мен бұл нәрсені мен өзімдікіне енгізбегенмін да әлше. Уже мен бұны сізге айттым да. Көрдіңіз бе, мен бұны әлме енгізсем болады. Мен деме қазір ручной айтам да, мен сізге ручной айттым, маған курс деп жазып жіберіңіз деп ше. Мына жерге мен бірден условиямен жасап кеткенмін да. Үст маған идея келіп қалады, уже шықты да міне идея. Курс ашылу үшін маған курс деген кілт сөз жазып кетіңіз. Курс дегенді андай тырнақшада қойып қойсаңыз болады. сол курс деп жазады. Аха, ол қараңыз, ол курс деп жазады ғой. Асықпаңыз. Условия қойымыз керек, условия. Ол сообщение кетті. Аха, условия қойымыз. Ол курс дегенді кішкентай әріппен жаза беріңіз. Үлкен әріп без разницы. Болды, қараңыз. Амалсыр енді мынандай да. Мына курс дедіңіз ғой, иә? Барлығы кішкентай әріппен жазылған ғой. Біреу егер үлкен әріппен жазса, жұмыс жасамай қалады да ол. Сол себептен сіз не істейсіз, бүйтесіз да. Ана жақтан курс емес, кішкентай әріппен жазасаңыз, сол жақтағы курсты. Одан асықпаңыз. Добавить следующее условие дегенді қоямыз. Себебі біреу курс дегеннің бірінші к деген әріпін үлкен әріппен жазады да, қалғаны кішкентай әріппен жазу мүмкін ғой. Көрдіңіз ба? Сообщение клиента равно собственному значению курс или следующее условие деп тұр, көрдіңіз ба? Енді болды. Бұл жоқ, керек емес басқа. Оны үштіктен басасы удалить. Аха. Ни одно из условий дегеннен следующий шаг деген шығып тұр ғой, соны төмен қарай жіберіңізші, басып тұрып. Аха. Осы жерге следующий шаг басыңыз. Прерыватель. Одан кейін следующий шаг, условияға жібересіз, перейти на другой шаг. Төмен, перейти на другой шаг. Условияға жібереміз. Себебі ол курс емес, басқа бірдеңе жазу мүмкін да. Ол кезде қайттан неге жібереміз да. Перейти на другой шаг, 2. Жоғарға барыңыз. Аха, мынаған уже сіз отправить сообщение жібересіз. Следующий шаг, отправить сообщение. И мына жерге бір 10 шақты видеоның жаңағыдай сілтемесін қойып жүрсеңіз болады да. И басына қоясыз. Немесе жаңағы YouTube-ға плейлист ретінде сақтайсыз да. И атын жазасыз, курстың астына. Бұл дальше уже кете береді. Все болды, ары қарай бұны толтыра бересіз ғой. Мен сізге ше үй жұмысы қазір айтып жіберейін, әлбетте есімнен шығып кетеді. Мына воронканы жасадық қой. Каждый воронка осының ішінде, осы воронканы мен сізге айтам. Енді удалить, енді сіз оны жасай аласыз ба, үй жұмысы білмей тұрмын да, мен 2 рет орындамағаннан кейін да жасай аласыз ба, қазір мен айтсам бұны? Жасай алмай қалуы мүмкін, жоқ, бірақ енді запись жүріп жатыр ғой. Просто запись жүріп жатыр, потом запиське қарап жасай салам деген ой болуы мүмкін да сізде. Просто негізі сізде мощный, чтобы сіз автоворонканы үйрену үшін негізі жасау керек та, сол да оның қызығы ше. Мен былай істеймін. Мадияр, былай істеймін. Сабақ түсірейін. Аха. Қазір сабақ қарап отыр ол. Сабақ түсірейін. Кәдімгі осымен реально не істеймін, бірақ та менде енді курс дайын емес, сіз айттыңыз ғой, бірақ та. Мен айттым ғой, курсты дайындаудың қажеті жоқ дедім мен. Қашан сіздің кәсіби отырыңызға курс үшін ақша түседі, сол кезде курстың бірінші, екінші сабағын түсіресіз да, клиентке жібересіз, сосын оған айтасыз да сіз, бұл данемамен түсіріліп жатқан курс, күте тұрыңыз дейсіз, ол күтеді, өзі үшін күтеді ол деген. Мен анандай мини стандарт, VIP, наставничество емес, мен сразу не істегім келіп тұр, анандай кішкентай нелер бар ғой. Доступный нәрселер еткім келеді. Оферді, креативті, например, мен мини-курстарым бар ғой, так. Соларды сатқыңыз келеді? Соларды сатып көруге болады, негізі жалпы. Дайын тұрған материал. Оны сіз просто оны қалай сатайын деп жатсыз? Оны сіз бірден халыққа ұсынасыз ба, или бірінші бір бесплатный бірдеңе беріп, сосын ұсынасыз ба? Ол бірден негізі сатылған? Жоқ, бесплатно былай ғой, бесплатно сабақ берем, таргет туралы. Аха.
Соңында просто сіз қараңыз, таргет туралы сабақ берсеңіз, соңында оған оффер бірдеңе десеңіз, ол алмайды да, себебі сәйкес ол таргетті оқып жатқан адам ғой. Ну енді былай, конечно, сіз таза оффер бойынша номер один. Енді оффер деген бұл не ғой? Оффер деген нәрсені мен маған оқимын дейтін адамға мен 1 минутта түсіндіріп беремін да, қайтып оффер жазу керектігін да. Офферге енді дұрыс шығар, енді кейбіреулер білмейтіндер бар ғой, базовый мүлдем хабар жоқ, дұрыс па? Соларға керек шығар. Сізге жаңағындай таргетті базовый үйрететін бір курс жасап, арзан бәріне сату керек қой. Хорошо. Просто оны мен үлгере аламын ба екен деп ойлап тұрмын да. Сол негізі мен де ойлағанмын, кезінде үлгере аламын ба, үлгере алмаймын ба? Үлгермесем де мен продажаны ашамын дедім, ашып жібердім. Сөйтіп ашқан күні ма, ертеңіне ма басталып кетті продажа. Даже мен әлі түсіріп біткен жоқпын, мына тереңдетілген таргет курсын сізге ашық айтайыншы. Қашан 1 декабрьде басталған. Әлі 6 модуль түсіріп біткен жоқ қой, адамдар әлі күтіп отыр да менде. Мен бұйырса бітіремін, мен біраз адаммен по телефон сөйлесіп, андай курс саттым ғой. Солардың нелері бар, жаңағыдай запистары бар. И сосын жаңағыдай мысалы клиент ойланамын деген кезде не деп жауап беру керек, ақшам жоқ деген кезде не деп жауап беру керек. Соның барлығын мен видео запись қылып шығарамын да, бүйтіп жауап бересіз, былай жауап бересіз деген сияқты. 6 модуль әлі шықпаған. Сізге енді қараңыз, конкретно реально жасау керек болса, реально кірісу керек та сізге ше. 2 сабақ тегін мини курс түсіресіз де. И соны уже мына жерге қоясыз, бағана сілтемелер тұр ғой, өтірік сілтеме қойып қойғансыз ғой, басқа ше. Сол жерге реально нәрсені қоясыз да, тем более өзіңіз таргетологсыз. И мен креативімді, пожалуйста, 100%-ға 100% копировать ете беріңіз. Просто чуть-чуть басқа идеямен да. И все, жібере салыңыз, иншалла нәтиже болады. Мен ана жерде деген менде 5 ақын подписчик, мен ешқандай ешкім мені танымайды, мен YouTube каналын білмейтіндер де маған тіркеліп, мені курстарды алып жатқандар бар да, ал YouTube каналын білетіндер, олар мен таргетімді вообще қосылып тұрма, қосылмай тұрма білмейді вообще олар. И олар через YouTube келіп менің воронкамнан өтіп алып жатыр да. Даже кейбіреулер просто так маған жазады, себебі олар маған доверять етеді да. YouTube каналымды көрді, 15 000 подписчик бар, таргетте SEO-да 1-ші орында тұр. Маған просто жазады, Муслим Муса курс бар ма дейді, мен бар деймін, давай онлайн встреча, кеттік, сөйлесіп, наставничествоға или бір тарифқа көндіремін да оны. Вот YouTube-тың преимуществосы осы да. Хорошо. Енді қараңыз, следующий шаг, болды, мына следующий шагты басыңыз. Остановка бота. Так, остановка бота. Ана следующий шагты басыңыз үстінен. Вот мен сізге задача беріп көрейін, бұл следующий шагты не істейсіз қазір, сіз айтыңызшы маған. Бұл жерде мен 3-ке апарам. Вот дұрыс, өте дұрыс. Перейти на другой шаг. Себебі адам курс деп жазама, үлкен әріппен кідап бастап жазама, оған сабақтарға доступ беру керек. Осымен бітеді. Сохранитті басасыз. Сохранить басам. Крестик. X. Готово, обязательно вас сохранить. Сохранить. Енді бұл жасағанды тексермей қойсақ та болады, примерно істейтін біліп отырмын, себебі қате нәрсе. Тексергенде просто бір адам тұр да, успешный, реализованный да. Оған бармайды. Ол егер сол жерде тұрады ғой қазір, содан кейін жасадыңыз ғой сіз ботты, оған ол сообщение бармайды. Егер ол адамды сіз қайттан принимайтқа лақтырып тұрып, қайттан успешныйға лақтырсаңыз, ол адамға сообщение кетіп қалады да уже. Мынаны қойғаннан кейін мен успешныйға қоям ғой. Сол кезде ол кісіге барады да. Мысалы бір новыйдан адам қоясыз ғой успешныйға, сол кезде ол жаңағы сообщение барады. Егер жоқ, ондай сообщение мен барғанын қаламаймын, менде таргет услугаңда адамдары бар, соларды успешныйға тыған десеңіз, просто бағанағы жерден курс деген кілт сөзді жазыңыз деген текстті өшіріп тастайсыз да, бірден условиядан бастап кетесіз да, болды. Ол кезде ручной да, кім курс сатып алды, соған ручной не қыласыз. Хорошо. Енді қараңыз, мен сізге задача берем. Сіз енді білмеймін, сіз айтып отырсыз ғой, қазір мен шығармаларымды көп үлгере алмай жатырмын деп ше. Енді бұл курс болғаннан кейін, тем более наставничество оқып жатқаннан кейін оны жасау керек та, білмеймін, сіз менің нәрсемді номер одинге қоюыңыз керексіз да, себебі бұл нәрсе ертең келешекте сізге миллион әкелуі мүмкін да енді. Сізге айтатын кеңесім, менің тегін мини курсымды 2 рет, 3 рет қайта көріңіз. Себебі ана тегін мини курс өте үлкен жоғары сапада түсірілгенде, енді контент жағынан, білім жағынан да, ішінде каждый сөздерінің өзіне мән беріп, даже жазып алып, кішкене өзгертіп сөйтіп айтып шықсаңыз болады. Даже мен сізге айтайын, оны қайталап шығып түсіріп шығудыңыз сізге оңай болмауы мүмкін. Сіз өзіңіздің неңізді қолданыңыз да, методикаңызбен. Сабақ енді бере аламын дедіңіз ғой. Сөйлеп, мен сияқты сөйлемей, просто өзіңізбен, ойыңызбен сөйлеп, тақ айта саласыз да, болды да. Енді қараңыз, ол үшін мені курс тегін сабағымды екеуін көріп шығасыз.
мен мысалы ол жерде бастадым да менің сізге офферден сіз айтып отырсыз ғой жаңа офферден де сабақ беремін оффер жағында білесіз ғой жақсы мен оффер қойғанмын да мен даже әлі өзімнің көбісі негізі мындай продажа курс бар ғой соған мощный оффер қояды да 2 айда миллион табатын тереңдетілген таргет курсын оқыңыз деген сияқты мен ол жерге мүлдем оффер қоймағанмын просто тереңдетілген таргет деген болды да себебі қазір маған реально оқитын адамдар керек та сенетін болса менен алады менде оффер қай жерде мықты болып тұр менде айтам таргеттен күніне қалай 50-ден аса адам табуға болады деп вот соны шығара беремін да мен болды сізге бір сондай бір не тауып алу керек та сол ғой сізге сондай бір оффер тауып алып сол офферді былай өзгертіп тек ұра бересіз ғой таргетке де рилсқа да жан жаққа жібере бересіз да мысалы мен тиктокқа салдым маған қазір тиктоктан да адамдар жазып жатыр да себебі тиктокқа салдым бір видеом уже 19 болып кеткен тағы бір видеом кеше салдым уже 3000 просмотр болып кеткен именно инстаграмға жаздым мен сұрадым қайдан келдіңіз десем тиктоктан келдім деді да и сөйтіп данный момент таргетімді өшіріп қойдым себебі слишком көп болып кетті да адам сізге 2 тегін сабақ түсіресіз біріншісі 20 минуттан аспау керек себебі ұзақ болса мен оны да көрген кезімде ұзақ болса адамдар көрмей қояды 15-17 минут болса болады и екінші сабақ енді ол продажа болатын болғаннан кейін 15-17 секунд емес минут сабақты айтасыз ба иә бірінші сабақ жаңағыдай 1 сағат 2 сағат қылмаңыз адам бас ауырып кетеді көрмейді қысқа керек иә қысқа уақыттың ішінде сіздің өзіңіздің фишкаңыз болу керек қой мысалы басқалар 2 сағат 3 сағат вебинарда отыра ма сіздікі вебинардан да мықты болу керек та и оның уақыты да аз болу керек та адамдар көріп шығатын хорошо и екінші сабақта так ол жерде сіз ортасына дейін өзіңіздің жаңағы контент нені айтасыз да өзіңіздің офферге қатысты айтасыз одан кейін продажаны ашып жібересіз да менің видеома қарап продажаны ашсаңыз болады негізі көп нәрсе оңай да бұл автоворонка мына жердегі настройкалар бәрі оңай да ең қиын нәрсесі адамға бірінші сабақты бересіз екінші сабақтың ортасын айтасыз и вот сол екінші сабақтың ортасынан бастап продажа ашасыз вот сол жер ғой ең қиын жер сол жерді әдемі алып кету керек та сізге ше интонациямен там бір нәрсе ұйымдастырып содан өтсе сол жерден егер ол эмоцияға беріліп тыңдап қалып өтсе кетті ғой до конца тыңдаса иншалла алады да ол курсты ше курсты алмаса да данный момент алмаса да ол 1 ай ойланып жүре ма потом ба әйтеуір алады да ол себебі басқа рилстарды көреді қайттан көреді да ол сізге задача онда возможность болса енді ертең жарайды сабақ өтпей қояйық сізге мен бүгін күн бар ертең күн бар и уже арғы күн сабақты өтеміз соған дейін тегін 2 мини курстың сабағын дайындап қойыңыз даже түрінде көрсетудің қажеті жоқ қазір адамдар мысалы өзін ойлайды да жаңағыдай түрінде көрсетсе менен курс сатып алады деген сияқты жоқ ол бұрын сондай еді да ол ше типа авторитет мен де түр көрсетпейтін сол мен даже вообще түрін мен білмейді даже адамдар сіздің ана неңіз бар ғой видео түсірген мына компьютер түсіріп отырасыз ғой соның атын жазып жіберейін ба сізге соны қалай түсіруге болады ана нені компьютердің өзін бүйтіп түсіріп отыратын ғой экран ғой экран да компьютердің экраны сіздікі экран дегенде экран өзін түсіріп отырасыз ба макбукпен жоқ менде макбук емес Acer Nitro 5 қой мен қараңыз мен былай жасаймын мен FreeCam 8 дейтін программа бар да соны қосып жіберемін да и все болды қазір мен сізбен сөйлесіп жатырмын ғой сол кезде просто қосып жібердім ол өте жеңіл программа сол атауын жазып жіберейін гуглдан скачать етіп алсаңыз болады все болды иә не істеймінші менде макбук та бар мынандай обычный балдардың компьютері де бар сол ана записке мен макбук алғанмын ғой жоқ негізі макбук болады ол уже более уже адам профессионально қолданатын болса бірінші алған адамға макбук қиындау болады негізі просто мен бұны не үшін алдым да макбук алса да болатын еді мен адамдарға айтып қойғанмын да мен телефонмен таргет жасауды да үйретемін деп ше ал мына телефон менде S21 FE да бұларда функциясы бар Samsung DeX деген компьютерге жалғаған кезде андай компьютердің ішінде уже менің телефоным ашылып тұрады да полный Каспиім таргетім Ads Manager Instagram ашылып тұрады сабақ түсіруге ыңғайлы болды да маған сөйтіп мен осыны алғанымен мен уже бір 2 миллионнан аса ақшаны шығарып тастадым уже так енді қараңыз онда ертең сабақ болмайды сізге задача бүгін кешке дейін ертең кешке дейін уақыт беремін 1,5 күн уақыт сіз 2 сабақты түсіруіңіз керексіз и одан кейін мына автоворонканы бір 5 рет қайталап жасап шығыңыз 5 рет қайталап и сосын смарт центрдегі бар ғой соның комментарийін міндетті түрде жасаңыз
И Хорошо. ол жерде де бір 4-5 рет жасайсыз. И тағы бір мәселе, сіз ішінде тексттер бар ғой. Тексттер, мен сізбен сөйлескен тексттер бар ғой, сол жерден текстті алып алсаңыз да болады, қарап отырып жазып ше. Мына текстпен жібермеңіз, мына тексттер жарамайды. Өзгертетін жерін өзгертіп жасайсыз. Онда бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет сізге. Тексттерді өзгерту. Қазір құт айтатынсың, Мадияр. Мен сұрайтын нәрсем бар. Тексттерді өзгертем. Смарт центрде де текстті өзгертесіз и 4-5 рет қайталайсыз. Осы бүгінгі жасағандар бар. Автоворонка жасадық. 4-5 рет жазылайыншы бәрін өзіме. Сосын мына воронка. Амусорем. Полный воронканы басынан айтын. Неразобранныйдан бастап успешныйға дейін 4-5 рет қайталайсыз да. Басынан бастап. Сосын, мына сіз со стороны түсіресіз ғой компьютерді. Вот соны деймін да, обычно камерамен отырып істейсіз ба? Жоқ, өлдім вообще камерамен. Қайсысы мен ана креативтерім ба? Телефонмен бүйтіп түсіресіз ғой со стороны. Жақындатасыз, сосын келіп міне мынаны деп бүйтіп көрсетесіз ғой, как будто сөйлеп жатқан ұқсап. Жоқ, оны әшейін просто телефонды ұстаймын да. Просто компьютердің экранын түсіремін, болды, ештеңе емес, телефонның өзінің камерасы бар ғой, ана таргет креативінде айтып жатқан шығарсыз, иә? Иә. Вот просто телефонды ұстаймын, камераны ашамын да. Рилста тұр ғой сіздің. Сол жерде мен просто ашамын, телефонымды, камерасын ашамын да, просто ноутбуктың экранын түсіремін да, ақшаны ұстап отырамын, былай жасап, и вот деп бүйтіп Ads менеджерді ашып беремін, міне статистика бүгін мынандай деп, болды сөйтіп түсіресің да. Сізге мына жерде қараңыз, Google Meet'қа кіріңізші, оң жақ шеттен андай чатқа жазып жібердім, жаңа программаның атын өзім қолданатын. Оң жақ шетте андай чат болады, оңға қарай жылжыңыз, оңға қарай. Адамның несі тұр ғой, 1 деп тұр ғой, 3 деп тұр ғой, то есть 3 деп, оңға. Иә. 3-тің соны басыңыз. Әне FreeCam деген сегіз осындай программа ғой. Неден скачать етуге ма Google-да? Дәл қазір Google-ға жазсаңыз, қазір скачать ете салайық, жарайды, көрсетейін мен сізге. Болды, скачать дегенді басыңыз. Қайсы скачать деген? Просто скачать деп ручной жазыңыз деген, то есть. Скачать деп орысша. Біріншісіне кіріңіз, бірінші сайт. Асықпаңыз. Төмен түсіңізші, төмен. Ана скачать, ол вирусный скачать болуы мүмкін да. Так. Жоқ, бұл өздерінің официальный сайты емес, бұл жерден скачать етпеңіз, вирус кіріп кетеді, назад шығыңыз. Так, әне екінші сайтқа кіріңіз. Вот, осы жерге почта жазасыз да, почтаға не барады, сізге сілтеме барады, сол жақтан скачать етесіз. Осы компьютерден әшінде, оң жақ шетте R деп тұр ғой, сол R деген почта неден бастады, соны жазыңыз. Скачать бесплатно. Енді почтаға барыңыз. Ол жақтан бара алмайсыз, новая вкладка ашасыз да, Google почта деп жазасыз. Новая вкладка ашасыз, қазір почта деген жазу шығады деген шықты ғой. Оң жақ шетте жоғарыда почта деген жазу шықты. Біріншісін басыңыз. Басыңыз оны скачать дегенде. Сол жақ шетте қазір толсын 22 мегабайтқа. Все басыңыз. Осымен запись жасап отырсыз? Иә, сонымен бәрі как положено дауыс шығады ғой. Там дальше бар установка жасаңыз. Жеңіл дейсіз да бұны? Жеңіл, бірақ енді андай видео качественный болады да, память үлкен болады да, сол себептен мен кішкене сізге уақытында жібере алмаймын да, записінше 4-5 сағат күтіп қалдым. Просто скачать басып қоямын, былай бір жаққа жарты сағат айналып қайтсам, уже дайын тұрады ғой. Нені басып қойсыз, то есть видеоны сақтайтын басынан кез. Қазір мен запись жүріп жатыр ғой. Нет, наверное.
Да? Жо, даны басу керек қой. Маған көрінбейді ол ана компьютердің ішкі администратор жағы болғаннан кейін маған көрінбей тұр да ол. Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем Да, устройстве. да дей беріңіз. М, Әйтпесе орнатылмайды да. Все болды, әне. Значит, записьті басасыз. мгм. Басыңыз, значит, запись қазір жасалды ма? Енді қараңыз, микрофон өшіріп көрдіңіз. Настройкаға кіріңіз төменде. Настройка. Так, төменде настройки, иә. Системный звук дегенде птичка тұру керек. Микрофон. Менде микрофон бар да, микрофон жалғап қойғам ғой ноутбукке. Сізде ана микрофон жоқ сияқты ғой, компьютер ма? Компьютер, ноутбук по. Ноутбукқа микрофонға птичка қойыңызшы. Болды, Енді окей. естіледі. Окей деп басыңыз. Мгм. Енді жерде 1280-ге 720 деп тұр ғой, соны басыңызшы, стрелка оң жағында стрелка. Иә. Осы жерге выбрать область дегенді басасыз. Выбрать область. Область. Енді бар таңдайсыз көрдіңіз бе? Таңдаңыз, осы жерді басыңызшы қазір. Басыңыз. Енді былай жылыштасыз көрдіңіз бе? Анау жоғарыда линиясы тұр ғой. Керек именно керек область алатын тұр да. Иә. Мына жоғары жағы керек емес, в принципе. Иә. Сөйтіп ана нені басасыз да, записьті басасыз. Қызыл кнопка тұр ғой. Иә. Записьті басасыз да. И осыны запись жүріп жатады ғой, мысалы қазір тоқтаңыз. Мгм. Мысалы қазір запись жүріп жатыр, иә, дұрыс па? Мгм. Запись жүріп жатқан кезде ноутбуктың ішінде F9 деген кнопка болады. Соны бассаңыз, запись ұстап та тұрады. Басып көріңіз қазір F9 дегенді. Сіз шығып кеттіңіз, алло? Сол F9 басқанда осындай болып тұр. Мынандай болып кетті. Негізінде онда ана Google Meet-қа сәйкес не қылып қалған ғой. Ана настройкасына көру керек, горячий клавиш қандай екен ше. Ол жағы қиын емес негізі, былай қарап не қылсаңыз. Онда жалпы енді бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын онда сізге, Райхан. Иә. Өте керемет. Жақсы, рахмет. Онда рахмет, Райхан, мен записьті өшіре берем. Все, хорошо. Үй жұмыстарын міндетті түрде орындасаңыз да, просто. Орындайын. Жарайды, жақсы өшірдім.